Бүгін картоп пен пияздан осындай орама жасап көрейін дедім. Алдымен морозилькте қатып тұрған жаймамды алып шығарып қойдым. Жебесін деп жарты сағатқа қойдым. Сол арада арасына салатын начинкамды дайындап алайын деп картопты, пиязды ұсақтап турап алдым. Және тұз қостым, қара бұрыш қостым, сұйық май қостым және жақсылап араластырып алдым. Бірақ бірдеңе жетіспей тұрғандай болды да аздап көк пияздан да турап қосып жібердім. Дәл осы уақытта жайма да жібіп өз қалпына келді. Енді қазір арасына жаңағы начинканы салып орайтын боламын. Осындай дайын жайманы мен бос уақытым болған кездерде көп қып жайып, морозилькке қатырып қоямын. Және кез келген уақытта осылай тамақ жасайтын кезде алып пайдалана беремін. Бұл жайма әмбебап болғандықтан бір ғана тағам емес, бірнеше тағам түрлеріне қолдана беруге болады. Егер де дәл осындай жайманың жасалу жолын білгіңіз келсе, менде ақылы мастер-класс бар, бағасы қолжетімді. Қатысамын десеңіз, маған жекеге жазыңыз, мен сізге кері байланысқа шығатын боламын. Осылай дайын жайманың ішіне жаңағы начинкамды салып орап алдым да 35 минутқа пісіруге қойып қойдым. Негізі мен ораманы фаршпен жасайтын, бірақ осы жолы фаршсыз жасап көрейін дедім. Бетіне осындай сәбіз бен пияздан подлив жасадым. Арасында осылай жасап тұруға болады екен. Дәмі маған ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмін көрейін деп отыра қалып едім, жаныма кішкентайым келіп, тарелкасын ұсынып болмайды, маған да сал деп. Егер осы видео ұнаса, лайк, комментарий қалдырып, парақшама тіркеле кетіңіз.